Достар, Барада Абата, Абаттың соқалы жобасында ұлттық құраманың қорғаушысы, әзірге Тобылдың қорғаушысы Бағдат Қайыров айтпақшы, Тобылда қалатын болдың ба? Әзірше белгісіз. Контрактқа қол қойылған жоқ. Ұсыныс түсті негізі Тобылдан, тағы да басқа командалардан ұсыныс түсті. Қазір агенттермен сөйлесіп. Әзірше Тобылдың ойыншысы деп айтайық, және де кәсіби футболшылар альянсының бас хатшысы Нұркен Мырзағалиев отыр. Журналист, комментатор, біздің әріптесіміз, бауырымыз Бағдат Қайыровтың жақын досы, жақын бауыры деп айтуға болады. Негізі көбісі ойлайды, біз Бағдат Қайыров екеуміз ағалы ініліміз. Фамилиялар ұқсас болған соң подкастқа Павлаты дейді. Ұлттық құрамаға Бағдатты Павлатов алады, Ербол Қайыров бапкерге, Вадиевке хабарласады, алыңдар деп сосын шығады. Нүктесін қойып тастап өзін, қаншама адам айтты. Жоқ, негізі мен Целиноградтан болам, Бағдат Ақтөбеден, менің руым Арғын, Бегіш. Кіші жүз, сондықтан. Ешқандай байланыс жоқ дейсің. Байланыс жоқ. Мен бірнеше рет Инстаграмда соны жаздым да, бәрібір арасында тығатын жерлері бар, жанкүйерлердің жазады. Ол жайында, Нұркен, жақында ғана жаңа жұмысқа тұрдың. Альянс құрылды, бұрын мысалы 14-те, 15-те, қателеспесем, 18-де бірнеше альянс болды, союз болды, қауымдастық болды, әртүрлі адамдар басқарды, Карпович болды, Мужиков болды, Давид Лория да басқарды. Осы альянстың қандай мақсаты бар? Ербол, бұл біз жаңадан құрылған альянс қой, негізі 2020 жылы құрылған альянс. Газинур Дамирович Алимов деген Қазақстанға танымал юрист құрған. Қазір ол кісі Астанаға кетіп қалды. Ал қазіргі альянста енді жаңа менеджерлар штабы деп айтуға болады. Өзіңізге таныс Асхат Тағыберген президент болып сайланды. Одан бөлек вице-президент ретінде, федерацияның вице-президенті және альянсқа көмектесетін менеджер ретінде Олжас Абраев. Сосын маған сондай ұсыныс жасалды, бас хатшы болуға деген сияқты. Жаңа проект, жаңа жоба. Қазірде альянс жанданып жатыр деп болады. Күш жинап деген сияқты. Жақын арада біздер допингке қарсы агенттікпен меморандумға қол қойдық. Болашақта енді негізінде көбінесе жас футболшыларға, жас балдарға семинарлар өткізуге тырысамыз, басқа футболшылардың қателігін қайталамасын деген сияқты. Бұдан бөлек құрамымызға жаңадан юрист алдық, яғни күшейіп жатырмыз. Қазірде уақытта көмек сұраған адамдар бар уже. Оқжетпестен тұраннан хабарласқан, соларға көмектесуге тырысамыз енді. Негізі мақсатымыз енді футболшылардың құқығын қорғау, көмектесу, оларға әрдайым дамуға көмектесу деген сияқты. Осы негізі мақсаттар альянсты. Бағдат, қолдадың ба осы альянсты? Мен оны осыған дейін кім болып еді? Серікжан Мужиков кезінде. Серікжан болған кезде, сол кезде Қайсарда болған кезде біз сол неге қосылғанбыз, мүше болып. Қазір 200-ге жуық футболист мүше болды. Соңғы мүше атанған футболшылардың ішінде осы ұлттық құраманың ойыншылары бар. Игорь Шацкий, Ян Вороговский сияқты ойыншылар бар. Нұркен, осы альянста футболшылар ай сайын өтемақы төлей ме? Жоқ, біздің жаңағы менеджерлердің шешімі бойынша болмайды, себебі альянстың жаңа спонсоры бар, Әлембет. Сол себепті мұндай қажеттілік жоқ қазіргі уақытта. Негізі сол, енді дамуға тырысамыз, бұйырса, Алла қаласа, келесі жылдың ақпан айында FIFPro-мен келіссөзге барамыз, переговорға. Негізі біздің мақсатымыз сол FIFPro-мен қайтадан договорға отырып, сол FIFPro-ның жаңағы поддержкасымен дейді ғой, заручиться надо. Сол ең басты мақсатымыз қазіргі уақытта. Сосын осындай сұрағым, Бағдат екеуің қашаннан бері доссыңдар, таныстыңдар, ешінші жылы?
негізі мен Бағдатты бұрыннан танимын ғой, енді футболшы болған соң. Екеуің жерлеспіз, мен енді журналист болып бастаған кезде Бағдат туралы және басқа футболшылар туралы жиі жазатынмын негізінде. Ең бірінші танысқанымыз сен Каспийде. Ақтөбе жастың кезінде ғой, сол Ақтөбе Таймста ма сен ол кезде? Сол кезде газетте жұмыс жасаған кезде. Содан кейін қателеспесем біздер аэропортта, сен Ақтаудан ұшып келаттың, мен Атыраудан ұшып келдім, кездестік, сол аэропортта кездестік. Сол кезде танысып араласа бастадық. Негізінен бұны Бағдатты дубльде ойнап жүрген кезден бастап танимын ғой. Бұны жаңа кезінде қазір бапкер бар, жасы келіп қалды, уже Жұмалишев Самат Базарбаевич деген, сол кезінде Ақтөбе жастардың тренері болған ғой. Сол кісімен мен жақсы араласатын едім бұрында. Сосын жаңа сұраймын ғой, мен болашақта Ақтөбенің құрамын күшейтетін, ұлттық құрамаға жететін бір ойыншылар бар ма деген сияқты. Сол маған көрсетті, мына орталық жартылай қорғаушыны қарашы дейді. Серік Желетбаевқа ұқсайды. Өзі стилімен де түрі де сол Серік Желетбаевқа, марқұм Серік Желетбаевқа ұқсайды дейді. Сол кезде Бағдатқа назарым салғанмын. Ол кезде ол тіреуші, жартылай қорғаушы позициясын ойнаған. Сосын кейін ғой да сен позициясына ауысқан. Вот сол кезден бастап танимыз. Сол как раз сол Серік Самат Жұмалишев Самат Базарбаевич сондай реклама жасаған Бағдатқа. Содан бері Бағдатты да Асланбек Кәкімовке де жаңа көзқарас салып қойып жүрдік, жазып арасында деген сияқты, пиар жасап деген сияқты. Себебі енді Ақтөбенің футболы бай ғой, қазір көріп жатсың, Самародов бар, Айымбабат Айымбетов бар, қызылордалық болса да Абатта енді ақтөбелік деп саналады ғой. Тіпті Әлібек Қасымды көбінесе Ақтөбенің түлегі дейді. Ол кезде біз футбол мектебіне өткеннен кейін, біздің жасымыздағылар көбі дубльге ауысатын еді негізі. Менің өзімнің бапкерім футбол мектебіндегі ең алғашқы бапкерім сол ғой, Нұрадин Айбергенов. Сол кісі айтқан маған, сен қазір дубльде ойнағаннан гөрі одан да бірінші лигаға сөйлесеміз, сені қазір просмотр өтесің, сол жақта өзің мүмкіндік болады саған сонда түсуге деп. Кішкентай балдармен ойнағанша одан да бірден бірінші лигада ойнайсың, Ақтөбе жастар деп. Ол кезде лимитчик деген ұғым болды ғой осы Қазақстанда бір уақытта. Екі ойыншы, 92-ші жылғы ойыншы основада ойнау керек болды ол кезде. Аяқ астынан өзгеріп кетті. 92 емес 93-ке ауыстырып жетті. Сол кезде маған үлкен мүмкіндік туды да, бапкердің өзі айтып, ол кезде өзі 2 ма 3 па 93-ші жылғы ойыншы болды тек қана. Маған қасыма келіп, олды команда қаласың, ойнайсың, саған сенеміз деп, сол мүмкіндікті пайдаланып, сол Ақтөбе жаста ойнағам. Одан кейін 2 жыл ойнағаннан кейін Ақтөбе жас жабылып қалды. Содан кейін сосын дубльге ауыстым. Себебі Ақтөбеге түсуге кішкентай кезімнен кез келген ойыншы армандайды ғой енді сол. Сосын дубльден основной командаға жақын болайық деп сол дубльде ойнап, сосын дубльмен чемпион болдық, сосын основамен анда-мында тренировка жасап сөйтіп. Мен қателеспесем, сен басында тіреу жартылай қорғаушы ретінде ойнадың, иә? Бірінші лигада. Мен сені просто елестетпеймін ол жақта. Сен өте жылдамсың, флангта көбінесе ойнайсың, иә? Техникаң барсың. Жақсы не болды, опыт деп айтады ғой, себебі ол кездегі бірінші лига, қазіргі бірінші лигамен салыстырған кезде мүлдем бөлек. Себебі ол кезде премьер лигада ойнағаннан кейінгі ойыншылар, жасы келген ойыншылар доигрывать деп айтады ғой, бірінші лигада, или кейбір ойыншылар под задачу. Сосын более, қалай айтады енді, кішкене силовой футбол болды деп айтуға болады да, себебі неше команда болды ол кезде, 18 команда болды. Интрига жақсы болды, кәдімгі высший лигаға шығу үшін. Сосын ойыншылардың жастары енді қазіргідей жастар емес, более тәжірибелі ойыншылар өте көп болды да. Сондай неде ортада футболшы ретінде өсу кішкене өзіме жақсы опыт болды. Сосын премьер лигада дебютің кеш болды, иә? 23-ке ме, 24-ке? 2016 жылы Ақтөбемен. Ол кезде Үткілбаевтың кезінде қателеспесем, иә? Саған сосын Кәкімов, сосын тағы да қандай балдарға бір мүмкіндік жасады ғой, бір сбор жасап? Иә, көп жас ойыншыларға мүмкіндік берді, себебі 2015-тен кейін Ақтөбеде өзгерістер болды да, перестройка деп айтады ғой. Сосын осыған дейін, ол уақытқа дейін Ақтөбе енді қаншама жыл чемпион болған, үлкен задача қойған команда болды оған дейін. Сол 16-та кішкене вектор өзгеріп кетті. Жас ойыншыларға көп мүмкіндік болды. Біз оған дейін ойнап жүрген кезде біз енді ондай көп ойымызға келмейтін, енді Ақтөбеде ойнаймыз деген ол сияқты. Себебі ол кезде өте мықты ойыншылар ойнады да Ақтөбеде деген, жанкүйерлерді білесіздер, всегда полный стадион.
И 16-да сол мен оған дейін 15-те негізі Каспийде ойнадым. Каспийде бірінші лигада ойнап жүрдім. Себебі оған дейін дубльде бір уақытқа дейін ойнайсың да, жасың келгеннен кейін уже келесі жыл дубльге ойнай алмайтын боласың. Уже басқа жаққа кету керек болды да, ол кезде 2015-те Ақтөбенің основасына түсу ойын оңай емес ол кезде. Сосын Каспийге ойнауға кеткенмін, ұсыныс түсті Каспийден. Оған дейін Атырау болды, ол жақта просмотрдан өте алмай қалдым, Никитенко тренер болған. Сөйтіп Каспийді жаттықтырушы звондап, бізге кел, ойна деп, өзіңді көрсет деп. Содан кейін Ақтөбеде андай басталғаннан кейін маған звондады, жан жақтан местныйларды жинады, кім қай жақта ойнайды, неден өтесіздер, просмотрдан өтесіздер, көмектерің керек деп. Сені көбінесе жанкүйерлер кеш ашылды деп айтады. Сол рас па? Ну, қалай айтсам екен, енді дубльде ойнадық, бірінші лигада 100-ге жақын ойнаған соң премьер лигаға мүмкіндік болды ғой өзін көрсетуге. Негізі Ербол, мен пікірім былай да, әр жас ойыншы этаптан өту керек та. Дубль, қазір QG лига бар, содан кейін дубль, содан кейін бірінші лига, содан кейін премьер лигаға жеткен кезде ғана менің ойымша ойыншы премьер лиганың қадірін түсінеді да, бірінші лигадан өткеннен кейін, бірінші лиганың қиындықтарын көргеннен кейін. Себебі мен де бірінші лигада жұмыс жасадым, Астана 64 деген командадам 2012 жылы, сол кезде көрдім бірінші лига не екенін, қандай жағдайда тұрады ойыншылар, жалақыларын білемін, ол кездегі выездқа шыққанда, пойызбен, автобуспен барамыз көбінесе. Сол қиындықтардан өту керек, сол қиындықтарға төзе білу керек та, сол қиындықтарға төзе білгеннен кейін барып, сен уже премьер лигада жоғары деңгейде ойнауға дайын боласың. Мен сондай ойыншыларды шыны керек құрметтеймін. Сондай, мысалы, Самат Жарымбетов та, сол бірінші лига, Шацкий да сондай неден өтті. Сондай ойыншылар енді қадірін біледі та, премьер лигада. Марочкин, маған дейін Ақтауда ойнады. Марочкин, менің ойымша солай әр футболшы, жас футболшы сол жолдан өту керек. Себебі кейбір ойыншылар бар қазір дубльде жүріп, бір шамалы уақыт жүреді да, сразу премьер лиганың командасына кетіп қалады да, олар түсінбейді қадірін. Сосын жұлдыз болып кетеді. Жұлдыз болып кетеді, қиындық көрмейді олар деген сияқты, жаңағы менеджерлердің арқасында, деген тренерлердің арқасында деген сияқты. Мен ойымша сондай қиындық көру керек, сол кезде ғана сен футболшының карьерасының қадірін білесің, сол кезде түсінесің сен барлығын. Сол кезде әр тиынды санай бастайсың деген сияқты ғой. Мен ойым солай. Сол Бағдат та сол жолдан өтті ғой енді. Достар, осыны Альянстың бас хатшысы костюм киіп жүрген Нұркен Мырзағалиев айтты. Екеуміз, Бағдат екеуміз отырып, ыңғайсызданып отырмыз, спортивкамен отырып. По умолчанию костюммен жүремін енді. Тойдан қалған костюм киіп келетін едім ғой мен де. Содан кейін, Каспийден кейін мүмкіндік берілді, дебютың, жанкүйерлер сені қолдады, мойындады, ұлттық құрамаға шақырту алсын деп көбінесе жазды. Ұлттық құрамаға шақырту алмағанда ренішің болды ма? Жоқ, ондай реніш болған жоқ. Одан да әрі жұмыс жасау керек, өзім мүмкіндік болып жатса, енді өзім күтем ғой, өзім шансымды деп жұмыс жасап жүргенмін негізі. Көбінесе неге түсетін едім? Расширенный список дейді ғой. Сонда жүретін ба, өзімнің немді күттім сол. Қашан шақырады екен деп. Алғаш рет сені осы списокқа кім кіргізді? Билік па? Шынымды айтсам есімде жоқ. Бар ғой, қай кезде екен. Потому что андай общий список шығады да, көп ойыншы. Содан кейін окончательно шыққан кезде уже. Қайсарда ойнағанда емес па, или Ақтөбеде ойнағанда ма? Ақтөбеде ойнаған кезде еще болды. Сосын дүркірет той жасадың ба сосын? Жоқ, ондай болған. Бүкіл Ақтөбеге. Болған жоқ. Сезонның кезінде. Ең алғашқы сосын дебют уже Тобылда 2021 жылы. Ең алғашқысында. Қай ойын екенін айтпай ақ қояйын, ол ойынды еске түсірмеуге де болады. Ол енді дебют енді айтпағанда да бір жағынан енді есеп, жаңа счет бізге ұнамайтын счет қой енді. Бірақ мен сразу ойыннан кейін жаздым да бұған. Қалай екен мұндай әлем жұлдыздарына Францияға қарсы дебют жасады да, әлем жұлдыздарына қарсы жаңа коленки дрожали деген сияқты сұрақ қоямын да оған. Жоқ, все нормально дейтін. Просто ол составын қарағанда көбінесе жастар ойнады ғой, дебюттық матчтар болды, Такенов ойнады, сен шықтың, кім болды, Шабылда, жас ойыншы. 12 минут ау деймін. Оралхан, по-моему, шықты, қателеспесем, иә? Основада шықты ау деймін. Иә, сол ғой, сосын таңдалдық. Негізі, бізде инсайдерлер составты ерте жазып қоятын еді ғой. Сол кезде іште гостиницада жатқан, сол кезде
стартовый состав сборной Казахстана дейді да, и мені жазып қойған. Иә. Мен ойнайды деп оң жақта. Сосын мен түсінбеймін, мен бапкер вроде ондай ештеңе айтпаған сияқты еді. Ондай бізде обычно білетін едік қой, наигрывать етеді, дайындайды, там тактика, стандарт. А маған ондай ештеңе айтқан жоқ. Сосын мен айтамын, мен шығам ба не деп. Бұлар қателеспейтін еді ғой деп. Мен саған бір нәрсе айтайын ба? Қалай болған? Абатта сөйткен, тоже Абатта нападающий болып шығады деп жазған да сол кезде. Сосын шыққан жоқ, мен вроде екі қате болды ау деймін сол. Айтамын, деп сосын основа айтқан кезде мен айтамын, ойбу, шықпайтын болдым ба не деп. Негізі осы жерде Ерекең Мәулен отырса, как раз сол әңгімені айтушы еді, баяндап беріп. Жағдай былай болды. Бірнеше рет біздің бауырымыз, әріптесіміз Айдын Қожахмет осы составты бірнеше рет берді. Қарсыластарға мүмкіндік берді, преимущество, орысша айтқанда. Сосын Талғат Маралбаев соны көріп қалды, и мені және Ермұхамед екеумізді шақырды. Біз как раз порныйда істейміз, екеуміз медиаофицер болып. Айтады, Ермаш, осындай жағдай бар, постоянно составты біреу шығарады. Ерекең айтады, негізі осындай состав қазақ тілінде шығу тиіс. Аладоп сайтын бар, соны Аладопқа шығарсақ қалай қарайсыз? Сосын ол ойланып қалды. И Ермұхамед бір идея жасады. А сіз басында футболшыларға басқа состав айтып, сол бір футболшы Айдынға сол составты береді, ал сіз ауыстырасыз. И солай жасады как раз. 2-3 позициясын ауыстырып, сені және басқа флангта ойнайтын футболшыны ауыстырды, и сосын үшеуміз как раз күлдік. Короче, мен қолымда переиграл, пульс көтеріліп жатыр дейсің мен ар жақта. Сен сол ойын аяғына шыққан кезде сол кімге қарсы ойнадың? Сол флангта есімнен шығып кетіп тұр қазір. Кім болды ол кезде? Бенедер болған сияқты, кажется. Бенедер замена шықты олда, Ал Мбаппе уже заменаға... Мен шықтым, получается, Мбаппе сол уақытта ауысып жатты ғой, еще ол кезде var ма, пенальти ма тексеріп жатты. Шықтым, и судья пенальти дейді ғой. Айғаладың ба, кетпе деп, сеніңе қарсы ойнағым келеді деп. Шыны керек ол ойын еске алғымыз келмейді. Ойыннан кейін вообще 8-0 өте қиын болды одан кейін. Матчтан кейін футболшылар көбінесе майкалармен ауысады. Ондай ой келген де жоқ ол кезде деген. Раздевалкаға кетті. Жанкүйерлерге рахметімізді алыстан айттық та, раздевалкаға кіріп. Жоқ, сен сол 10-12 минут ойнағанына қарамастан сен сол кезде жаңа жылдамдықтарды, деңгейді сезініп үлгердің бе? Шыны керек, ондай қатты не байқалған жоқ 10 минутта себебі. Ол кезде счетта уже неше болды? 6-0 ма болады ол шыққан кезде. Ондай қатты сезілді деп айта алмаймын. Атмосфера өте керемет болды ана жақта деген вообще. Сол күн андай неге түстік қой, бір праздник па, бір нәрсе болды ау деймін, ол мен точно айта алмаймын. Францияда. Полный стадион жинаған кезде. Олар, яғни, оларға ұту міндет болды ғой. Иә, сондай болды. Мен бұл да енді тәжірибе ғой. Жаңын тәжірибе болса да, енді бұл жақсы тәжірибе деп ойлаймын енді. Әлеуметтік желілерге кірдің бе сосын матчтан кейін? Оқып бәрін, бүкіл комментарийлерді. Одан кейін хейт та көп болды ғой. Қуат Хамитов та сынады. Ол кезде жазды ма білмеймін, ол кезде Қуат Хамитов трендте болды ма ол кезде, есімде жоқ. Болды ма? Есімде жоқ шыны. Оқымайсың көбінесе комментарийлерді? Жоқ, оқимын. Мандай кішкене фильтровать етесің ғой өзін, типа, егер не по делу жазатын болса, онда жақсы деп қойып, а так өзіне керек кездер болады енді бір конструктивный деп айтады ғой андай. Нұркен бірінші лига жайында айтты ғой, бір сұрағым туындап тұр. Бірінші лигада футболшылар ойнағанда өз отбасына көмектесе ала ма, жағдайын жасап мысалы? Шеше ма, мысалы егер футболшы ерте үйленсе, балалары болса, ата-аналары бар болса, күн көруге бола ма? 2012 жылы Ақтөбе жаста ол кезде жалақы менде 75 мың теңге болды. Еще жақсы премиальный болды негізі ол кезде. 50 мыңнан ба премиальный болды. Ол кезде, дәл сол кезде өте жақсы ақша болды бірінші лигада. Жетті. Отбасына көмектесуге сондай жақсы жағдай болды ол кезде. А басқа командаларда задержка болған шығар? Ол кезде есімде мектептен кейін, получается, неге түсіп тұрмын ғой, бірінші лигаға дубль емес. И бірден осындай ақша алғаннан кейін басында ата-анам сенбейтін еді негізі. Качканға қойма сосын. Олар енді қолдау көрсетті әрдайым енді мектеп, себебі мектепте енді тапсыру керек болды. Менде, получается, Казахмыспен выезд болды.
выездқа барам, сол жақта ойыннан келгеннен кейін бірнеше күннен кейін енді бірақ соған қарамастан сонда да ата анам айтты да футболмен айналыс, өзінің ұнайтын ісің ғой, айналысатын, соңына дейін жеткіз деген сияқты айтты да. Сабақты енді бір нәрсе қыласың ғой дегендей, енді дәл осы 3-4 күндікте ештеңе өзгермейді ғой деген сияқты, көп оқып кетпейсің ғой деген сияқты. И ойыннан келгеннен кейін енді тапсырдым, получается. Уже ар жағында таңдау жасау керек болды да, футбол ма или басқа жаққа ауысасың ба деген сияқты. Негізі сенде басқа ұнайтын басқа мамандықтар болды ма? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Мектептің кезінде сол футболмен бастадым, сол өзіме ұнайтын іс болған. Негізі ата-аналар сен ешқандай спортқа, футболға қатысы жоқ адамдар да, кісілер да олар. Папам университеттің кезінде немен айналысқан, легкой атлетикамен айналысқан. Былай сол кезде полупрофессиональный жылдамсың, сондықтан медальдары, фотолары бар сол кезде. Через гены берілген дейсің. Жақсы жігіт, әкем жақсы жігіт. Жақсы ғой. ол да сен сияқты былай негізі профессиональный спортпен айналысқан ондай. Мен сияқты ол да келеді. Сенің өмірің рахат, сбордың алдында вес салмақ қоламайсың, сезон біткенде керісінше менде деген қазір 4 килограмм уже тастап тастаған. Жоқ, көрінбейді да, ол артық килограмм жинасаң басқа футболистер көріп қаласың ғой уже. Мен еще әртүрлі пікірлер оқыдым. Қиын маған керісінше. Оған кішкене салмақ қосу керек, әйтпесе анау еуропалық футболшыларға қарсы шыққанда корпуспен мықты ойнайды аналар. Сондықтан саған кішкене 5-6 килограмм қосу керек. Ондай мақсат бар ма сенде? Негізі осы тобылда соңғы 3-4 ай бізде физподготовканың тренері бар бізде, Евгений деген жігіт. Сол негізі көмектескен осы. Қазір сендерде сборныйда да шешуші ойын, бізде неде да, тобылда да. Сосын мен де келіп айтқам, оған кішкене жұмыс жасау керек, салмақ қосайық деп. Оған дейін де негізі көп, мен 2016-да австриец болды бізде, Шрибель деген кісі, тоже тренер по физподготовке. Сол келген күні айтқан, тебе надо масса, саған масса жинау керек деп. Айтам, конечно, будем работать, я не против деген сияқты. Протеин, анау спортпейтінен бәрін алдым. Жұмыс жасаймыз дейді. 1, 2, 3, 4, 5 ай өтті. 0 ғой. Ішетін іштеймін, жұмысын жасаймын, силовой тренировка жасаймын. Сонда да жұқпайды дейма қалай. Максимум 2 килограмм, и то кішкене уақыттан кейін қайтадан. И вот жақында да айналысқанмын сол тобылдың несімен, тренермен. 4 килограммдай сол қосып, жұмыс жасап, жақсы форма жинап, сборныйға Сан-Мариномен ойнадым, содан кейін ең шешуші ойын болды, сол кезде не алып қалдым, травма алып қалып, ойнай алмай қалдым Словениямен. Өкінішті болды енді. Негізі дайындық жақсы болып еді негізі сол кезде. Ербол, мұның жаңа басқа жолы бар ғой. Жаңа халықаралық ойындарда, международный ойындарда жаңа мықты футболистермен допқа таласпау үшін бір зат жасау керек. Побыстрее болу керек та, на опережение ойнау керек. Мен ойымша сол Бағдаттың сол бір несі жақсы жері, сол ойынды оқу келеді да, на опережение ойнай алады деген сияқты алдын ала. Сосын тағы бір ұнайтын жері бұл жаңа қарсыластың деңгейіне қарамайды. Сразу барып қадалады ғой, керек болса керек жерде деген сияқты. Вес жайында негізі көп адам айтады. Сосын мен кейде айтамын, ешкімнен ұшып жатқан жоқпын ғой деп, ондай айтатындай. Дания қарсы ойының мықты болды ғой. Кемет бір пас асырдың ғой Янға. Осындай мүмкіндіктер постоянно бола сенде КПЛ-да, Соңғы пас кішкене жетпейді, жұмыс жасау керек. Бір күнде досым айтады да, маған сен бәрін жасайсың. Дриблинг бар, не бар. Соңғы пас саған жетпейді дейді да, өзіңді одан сайын жақсы көрсету үшін, егер Европада ойнайтын болсаң, өзің статистикаңды аш дейді да, қанша гол салдың, қанша голевой пас бердің дейді да. Скаут басқа жақтан командалар. 17-де ма, 18-де ма статистика мықты болды Ақтөбеде? 18-де. Қанша гол? 5 па? 2 гол, 5 голевой пас па? Менің ойымша енді бұл жаңа соңғы пас жетіспейді дейміз ғой Бағдатқа. Бұл енді кішкентай кезінен бері сен жартылай қорғаушы болып ойнап жүрсің ғой ортада. Бұл жақта ең шамалы басқа нелер ғой, качестволар болу керек, басқа функция деген сияқты, ол жерде ойын жүргізу деген сияқты, длинный передача беру деген сияқты. Сосын барып кейін сен ол защитник болғаннан кейін, латераль болғаннан кейін енді кішкентай кезінде, мен осылай ойлаймын, енді кішкентай кезінде үйретпеген соң бұған жаңа кросс жасауды. Мүмкін сол жағынан мүмкін пробелдер бар шығар, бірақ
кейін түзеле бастады ғой, енді үйренді ғой пас беруді деген сияқты. Қазір мына тоболда неше голевой пас болды соңғы сезонда, оны алдыңғы сезонда болған жоқ тоболда. Ну тем не менее Сергеевке жасаған пастарым болды. Иә, Игорьге бір 4 голевой пастай көршім ғой комнатада жатқан. Тоболда голевой пастың бәрі тек соған бердің ғой деймін, кажется. Келісіп аласыңдар. Мен осында жерге допты көтеремін, сен баспен ұр деген. Ол сондай нападающий, ол подача беретін болсаң оған, қазір Таиландта да ойнап жатыр. Мен айтамын, саған осы жетпейді ау деймін деп. Подача там қанша қазірдің өзінде Таиландта 10 шақты гол салып тастаған сияқты, кажется. Негізінде Бағдаттың стилі ғой бұл. Енді Бағдатқа айтамын, сенің жаңағы жақсы жақтармен көрсету керек та поляда. На лучших качествах играть должен түсіндіріп айтамын. Ақтөбеде болған кезде менің ойымша бұл енді шабуылға ашылып ойнайтын еді, шабуылға. Содан кейін тобылға ауысқаннан кейін оның футбол академичный болып кетті да. На сохранение артқа ойнайды, береді қайттан артқа ойнайды деген сияқты, ортаға ойнайды, алға қарай алдамайды уже. 30 жасқа келгені футбол ма? Иә. Уже на сохранение жаңа спокойно. Баян кетіп қалды ғой, Ащили қалды тобылда. Сол баяғы. Екінші номермен ойнап. Ну, мүмкін бірақ соңғы кезде Бағдаттың өзіне айтатын, енді Бағдат сен стилің өзгеріп кетті, ойын өрнегін. Алға қарай жүру керек. Сен қазіргі таңда футболда латералдың функциясы өзгерді ғой. Иә, олар қазір мысалы Адифтің сборын қарасаң да, Вараговскиймен оң қапталда қайры шықса, я болмаса Габыш шықса, олардың жаңа көмегі көп. Сол себепті қазіргі футболға сай болу керек та, Бағдатқа айтатын алға қарай көбірек бар, көбірек ашыл, жаңағы Даниямен соққан голдағыдай открывание, жаңа ашылу. Ана Асхаттың берген пасын ашылды ғой сен. Сонда ашылуларды көп жасау керек та. Тобылда негізінде болады сенде ондай моменттер, иә. Ұлттық құрамада енді қиындау енді. Ойынға байланысты да, ойынның деңгейіне байланысты. Янның подачасынан кейін де мүмкіндік болды ғой менде. Бас бапкермен негізі установкасы сол ғой бізде. Бір жақтан латераль подавать ететін болса, екінші жақтан замыкать етуге. Ол қазіргі футболдың тренд. Ондай тек қана Қазақстан құрамасы емес, басқа командаларда ойнайды олар. Әсіресе итальяндық командалар, мысалы қазір Ювентусты алсаң, Интерді алсаң, сол қапталда ойнайтын ойыншылардың рөлі маңызды да. Сол себепті жаңағы жауапкершілік көп та, Ян сияқты ойыншыларда, Бағдат сияқты ойыншыларда, қапталда ойнайтындар ойыншыларда жауапкершілік көп, Габышев сияқты ойыншыларда. Егер Бағдатты вингер ретінде қойсақ, анау Ислам Чесноков сияқты, ойнайсың ба? Білмеймін, Ақтауда ойнап көргенмін, 3-4 матч. Есімде жоқ, ондай есте қалатын ештеңе болған жоқ. Сені көбінесе жас кезінде Серік Желтбаевпен салыстырады. Иә, Ақтөбеде де көп айтады деді. Білмеймін, бұлай. Түрің ұқсас па? Жоқ, бұлай. Ойынның мәнері. Кішкене түрі де ұқсас, иә. Түрі де ұқсайды ғой енді, иә. Ол марқұм Серік Желтбаевты арық болды ғой. Арық. Сол маған жаңа Самат Базарбаевтың айтатын сол ғой, ойын мәнері де ұқсайды, түрі де ұқсайды деп, қарап көрші деп. Өзі де сондай интеллигентный, еще сары қағаз алмайды көбінесе, иә. Сары қағаз алмайды дегенге енді айту қиын сияқты. Көп па сенде? Жоқ, қазір аз, қазір 1-2 ғой сезонға. Оған дейін жаңа ғана дебют болған кезде 8-9 точно болды ғой. Ақтөбеде ойнаған кезде, ол кезде үлгере алмай жатсаң аяқтан теуіп шалып. Қазір Бағдаттың секретін айтып қойып ғой, сағыр секретін. Жаңа Еврокубоктарда ойнайды Бағдат. Сосын ойынның бірінші таймның бір алғашқы 20-30 минутында қапталда өзіне қарсыласымен тіресіп жатады. Сосын мен айтамын, не болды саған, не болған? Қайта тіресіп. Сосын ол айтады, сол жаңа стратегия, менің стратегиям солай бір-екі рет жестко жаңа встречать етті, содан кейін барып жаңа моральный давление дейді ғой. Енді бұл футболда енді кішігірім соғыс қой, футболда кішігірім соғыс болғандықтан мұнда жаңа әртүрлі инструменттерді қолдануға болады. Сонымен кіммен Ференцваршпен ойнағанда ма? Негізі кез келген команда сөйтіп айтады ғой, негізі егер қарсылас команда жақсы техничный ойыншы болатын болса, опытты футболистте келіп қасына келіп айтады да, 1-2 моментте ұстап алып, содан кейін ойнауды қояды деген сияқты. Ол 5-6 жыл бұрын можно было кішкене істеп там и успокоиться деп айтқандай. Қазір уже вар системасы бар, жүйесі бар, кішкене чуть выше галик аяғын басып кетсем болды, удаление уже команду подвел деп қазір. Ол жағынан қиын да. Бұрын опытный футболистер сөйтіп айтатын еді негізі. Ақтөбе жастарда ойнаған кезде жаспыз ғой, 17 жасымызда. Айтатын еді, убивай его деп, андай кәдімгі сзади прыгай, секіріп таста деп сөйтіп айтатын еді да. Қазір ондай уже жүрмейді. Дегенмен де сол тикет рестер болған кезде де саған көрсетеді ғой, сары қағаз, за разговор деген сияқты. Иә, болады.
Стойчо Младенов сені Қайсарға шақырды. 2 жыл ойнадың. 1 жыл ойнадым. 1 жыл. 2020 жылы. Оған дейін Ақтөбеде ойнап жүрген кезде қайта звондап жүрді негізі. Представительдерім, агенттерімді айтқан, негізі Қайсардан предложение бар деп. Ақтөбеде ойнап жатқан соң все время андай айтып жүрдім да, осында ойнаймын, Ақтөбеде ойнаймын. Әзірше бұл жақтан кетем деген ой жоқ деген сияқты. Сосын 2019-да бірінші лигаға ұшып кеткен кезде, ол кезде директор Самат Кабирович болды. Команда бірінші лигадан ұшып кеткен соң директорге соқтым. Кабинетіне кіріп сөйлесіп, сол кезде Кабирович айтты, давай енді. Ол кезде санкция болды, өздерің білесіздер, минустан қанша очко болды. Сезон чемпионатын өзін минуспен бастадық қой ол кезде. Ұшып кеткеннен кейін легионерлер сезонның ортасында кейбіреулер кетіп қалды. Өзіміз жас жігіттермен, өзіміз местный футболистермен ойнадық қой. Сонда Кабирович айтады да, енді өзіміз осыны істедік, енді давай высший лигаға шығу керек. Істейміз деп. Сол кезде айтқам, все, я готов остаться, давайте подпишу деп. Ең бірінші болып барып негізі контракт жазып тастағанмын мен. Но ол контракт получается қалай заверить, да, или қалай юридически нотариально. Сондай болу керек болды да, мен қолымды қойдым да. Одан кейін Ақтөбеде өзгеріс болып, кім Самат Кабирович жұмысынан кетті да. И мүлдем басқа адамдар келді да. И ол басқа адамдар айтты, мен айттым, типа, хочу остаться в команде, контракт жазғанмын деп. Сосын олар айтты, ол контракт уже типа недействительный. Заново қайтадан нужно вести переговоры. Тренер келеді, Ақтөбеде просмотр өтесіңдер. Неде ана футбольный неде школада сбор өтеді для местных там. Содан кейін там сосын мен айтамын да, мен 19-да бүкіл сезон бойы ойнап шықтым. Основной костяк енді логика бойынша енді контракт жазу керек болды ғой, чтобы остаться, помочь команде деген сияқты. Олар айтты, олай қазір не получится. Придется қайтадан там просмотр өтіп, сөйлесіп, не істеп, и потом решим деген сияқты. Сосын кішкене андай келісе алмадық да, и содан кейін маған Қайсардан звондады. 3 жыл саған енді ұсыныс жасап жатырмыз, осыдан кейін енді звондамаймыз дейді. Серік Досманбет сол кезде звондады да, айтады да, директор болған кісі. Младенов ол кезде неде болды ғой, Атырауда. Сол кезде 2016-ның Екеуіңіз істедіңдер ма? Иә, біздер бірге болдық сол кезде. Команда сол кезде мен жаршылық анаға болды сол Младенов. 2016-ның жаңа екінші бөлігінде болды. Сол кезде мен Стойчоға айтатын едім, Ақтөбеде менің досым бар, соны тартайық деген сияқты. Онымен сезон біткеннен кейін оны Қайсарға кетіп қалады. Қайсарға кеткен кезде ол Атыраудан бірнеше футболист өзімен бірге алып кетеді. Чуреев кетеді, Аржанов кетеді, онымен бірге еріп. Сосын ол маған негізінде Стойчомен жақсы сөйлесеміз, әлі күнге дейін жақсы сөйлесеміз. Ол кісі Болгарияда ЦСКА 1948 деген команданың несі директоры. Сол кезде ол қайта звондайтын еді маған. Сен досың айтшыш, біздер ұсыныс жасадық, келмей жатыр, сөйлесейші Нұркен деп қайта звондай береді маған. Бізге керек бұл ойыншы деп. Соны сөйтіп реті түсіп 2020-да как раз ковид кезінде да. Ковид кезінде барып, сол кезде шамалы ренжитін едік, мен де ренжитін едім. Оң қаптал қорғаушысы ретінде алады да, сол қаптал болып қойды. Бүкіл маусым бойы сол жақта ойнап шықты. Бір сезон бойы сол қапталда қорғаушы болып ойнап шықты да, бірақ оның плюсы да болды ғой. Сәтті маусым болды, неге жақсы болды. И соны Адиев біледі ғой, соны. Адиев біледі ғой соны. Ол қаптал. Ол жағын білмедім. Сол маусымды толығымен соңына дейін сол жақта ойнап шықтым. Иә, оң қапталда Ильяс Амирсейтов болды. И сен сол қапталда еді. Иә, ол енді Младеновтың любимчигі болды шыны керек. Бүкіл ойындарды ойнап шықты. И Бағдатты сол қапталға қойды. Ол кезде 4 қорғаушымен ойнаймыз, қателеспесем да. Иә, бірақ бір жақсы жері ол сол маусымда ковид кезінде жаңа бір локацияда ойнады ғой ойындарды. Сол кезде жаңа Бағдаттың басқа несі қырынан ашылды да, дриблинг жағынан. Бір андай маневрлары болды, ортаға кіріп 2-3 ойыншыны алдап деген сияқты, штрафной зарабатывать деген сияқты өзінің командасына жаңа сондай нені пайдасы көп тигізді. Сол жылы мен жаңа лигада жұмыс жасаған кезім ғой, ойыннан кейін статистиканы қараймыз. Дриблинг бойынша, дриблингте инстаттың статистикасы бойынша Бағдат 4-ші орында тұрды. 1-ші орында жаңағы андай Бриджиде болды. Иә. Клен атакующий футболистерде соның ішінде қорғаушы Бағдат тұрды. Мен айтам, ну жаңа сенің маусымның жақсы өтті деген несін көрсеткіші дедім мен. Үздік төрттікте ол дриблинг жағынан қорғаушыға мен ойымша енді ол үлкен мәртебе деп ойлаймын мен. Сол жағынан өзін жақсы көрсетіп қалды. Егер қайтадан сол қапталға оралсаң мысалы. Мынандай ең бастысы командаға көмектесу ғой, қай жақта ойнасаң да, қай позицияда ойнасаң да. Кез келген ойыншы үшін ең бастысы ойнау ғой.
олар просто сол аяқ автобусқа мінуге да тек негізі құрамада соны біледі. Сол қапталда ойнайтын мысалы. Білмедім ол жағын негізі. Ну сол аяқпен ойнайтындар онсыз да көп қой бізде құрамада. Вороговскийді Егер оң аяқты ойыншы сол жақта ойнаса, оған қиын болады ғой, не дегенмен де. Бір жағынан футболшыларды қарсыласты алдауға болады ғой. Строиться деп айтады да. Иә. Ол жағынан. подача жасаудың өзінде де сен, допустим, сол аяқпен уверенность жоқ подача жасау, кросс жасауға. Бар уверенность. Ладно, бар деп айта салайық. Дегенмен де сен точный подача жасау үшін сен, әсіресе оңқай ойыншыларда разворот жасап, оң аяқпен оң тұрған жоқ дешеш, сол аяқпен. Жоқ, Қайсарды жасағанда бір екі подача жасады, бір қателеспесем даже бір голевой болған сияқты, бір голевой болды сол аяқпен жасаған. Оң аяқпен неше стороны стопы жасасаң болады ғой соның арасында. Жасай алады ғой енді соны. Көрейік енді, задача қояйық келесі командада. Бір ойынға шығып көрсетсін енді. Сосын мен бір әңгіме естідім, оқыдым да, Ресейден бірнеше клубтардан ұсыныс түсті. Балтика ма, Рубин ба, әлде премьер-лиганың бірнеше клубтарынан ба? Премьер-лигадан түскен жоқ. Өнеркен біледі ол кезде. Иә, ол кезде Балтика ФНЛ-де ойнайтын еді, бірінші лигасында Ресейдің. Сол кезде мен сол Балтиканы спортивный директорын танитын едім. Осы жақында кетіп қалды, ол жұмысын орнын босатты. Исмаил Ибрагимов деген кісі, жігіт, жас жігіт қой енді. Сонымен жақсы сөйлесетін едік, сол айтатын еді, бізге жаңағы Қазақстаннан ойыншылар керек. Кейін білесіз, есінде ме, Мұртазаев та бар, оған дейін жаңағы сол Бағдатты қарастырып жүрді. Сол Бағдатты біраз уақыт бойы қарады, бақылап деген сияқты, оценка беріп деген сияқты. И мен ойладым, сол как раз Балтикаға көшуге сол мүмкіндік болады. Туындайды, қай жылдары болды, Қайсардан кейін сондай бір нәрсе болды ғой, сәтті маусымнан кейін. Сосын ол премьер-лигаға шықты? Ол премьерге жақында ғой шыққан. Ол кезде бірнеше жыл бойы ФНЛ-да ойнады, бірақ жақсы команда екенін білемін да мен. Тренері жақсы, Калешин болды. Иә, сол кезде ұзақ уақыт бойы күттік, олардың жауабын мен де айттым, Бағдатқа жауап болып жатса, сен өзің менеджерлермен сөйлесерсің, шешерсің деген сияқты, барасың ба, бармайсың ба деген сияқты. И күткеннен кейін негізінде спортивный директоры былай айтатын еді: Бағдат бізге қызық, ойын өрнегі ұнайды бізге, бірақ соңғы сөз Калешинда деді. Калешинда деді да, и ақыр соңында Калешин Белоруссиядан келген бір ойыншыны алды. Соны Бағдаттың орнына, қателеспесем. Бірақ ол кезде енді ФНЛ дейміз, менсінбейміз ғой. ФНЛ негізінде КПЛ-дың деңгейімен бірдей ғой. А Балтика сол жылдары бірнеше жыл бойы подзадача команда болды, таласып жүрген премьер-лига. Сол кезде составы мықты болды олардың негізі. Политикасы да жақсы, трансферный политикасы. Игнашевич келді. Сол кезде маған түсіндіріп айтқаны, сол Калешин солай шешті, оған жаңа басқа стильде ойыншы керек деп, сол кезде шамалы келіспей қалды да. Негізінде келіссөздер болды, қызығушылық болды Балтикамен, Балтикада таниды. Енді кезінде сен барған шығарсың, Қазақстан ұлттық құрамасы Калининградта Ресеймен ойнаған кезде, мен де сол кезде федерацияда жұмыс жасағанмын. Сол кезде барған кезде біз таңғалғанымыз, Калининградта қазақтар көп екен. Иә, өте көп. Еще басқарады сол қаланы қазақтар. Иә, қазақтар көп. И жаңа Балтика айтатын енді, бұл сіздің команда реклама болады. Егер қазақ ойыншысын алсаңыздар, Қазақстан ойыншы алсаңыздар, жанкүйлер стадионға келеді деген сияқты. Бұл жақсы жарнама болады. Руководство келісіп тұрды, спортивный директор келісіп тұрды, ақыр соңында соңғы сөзі Калешинге берді да, Калешин айтты: маған стиль келмейді шамалы, маған басқаша ойыншы керек деген сияқты. Сондай отмазка ғой, өзінің агенті бар, досы бар, откаты бар. Білмеймін енді ол жағын. Енді ондай деңгейдегі ойыншыны алмаса мен білмеймін. Жақсы вариант болды негізі. Жаңа стадион там. Иә, жаңа стадион, қала жақсы қала. Қала жақсы, иә. Қазақтар көп ол жақта қолдайтын еді. Негізінде мен соңында дейін сенгенмін негізі көшеді деп. Себебі кәдімгі реальный переговор болды да, ұзақ уақыт бойы. Бірақ ақыр соңында солай аяқталды. Енді Калешин Қазақстанға келіп жатса, бетіне қойып сұраймыз ғой, неге алмадың деген сияқты. Мен оны көрдім Түркияда, Калешин айтпақшы. Мүмкін Қазақстанға КПЛ-дің командаларын басқарып келіп қалып жатса, сұраймыз ғой. Содан кейін басқа ұсыныстар болды ма? Нижний Новгородтан ұсыныс түсті деп айтты. Ол жақта кәдімгі тоже скаутинговый не. Басқа ойыншыны таңдады.
не бойынша айтады, маған не жіберді ғой, есіңде ма? Иә. Полностью скаутский несі жасайды екен, соны маған пересылать етіп. иә, Нижний Новгород ол кезде неде да ресейдің жоғарғы лигасында болды. Иә, И оң қапталында Козлов деген бір мықты қорғаушы болды. Не тәжірибелі өте мықты қорғаушы болды. И соған жаңа конкурент керек деп Нижний Новгородта ойыншы қарастырған. Ол кезде сенің уже сборник деген статусың бар. Иә. Ұсыну оңайырақ болды да. Егер сен сборник болсаң, басқа командаларға ұсынуға болады. Ол кезде де жібердік, енді көрейік, Нижний Новгородтың қызығушылығы болса, соңғы ответ қалай болады. Ал ол жақта енді командалардың трансферный политикаға деген көзқарасы басқаша да. Олар Бағдатты алды, арнайы скаутинг агентствоға жіберді. Сол жақтағы скауттар Бағдаттың ойынын түпкілікті қарап, зерттеп, отчет шығарып берді. Сол отчетты сосын жарып, соңында тұжырымдамасы бар. Жақсы ойыншы, осындай плюстары бар, осындай минустары бар. Бірақ қазіргі таңда Козловқа конкурент бола алмайды деген сияқты. Бірақ ол кезде Козлов енді өте тәжірибелі ойыншы, мықты ойыншы, қазір қателеспесем карьерасын аяқтаған сияқты ол жігіт. Алексей емес па? Алексей деймін ау. Есімде жоқ мен. Иә, РПЛ-дың бірнеше командасында ойнаған мықты қорғаушы ол. Сол кезде сондай ең үлкен отчет болды да, андай скаутский отчет, өте пайдалы отчет та, себебі бәрі какие жазылып тұрды да, бүкіл плюстары, бүкіл минустары, и соңында жаңа итогі бар, қорытындысы. Козловқа конкурент бола алмайды, өкінішке орай, не рекомендуем деген сияқты. Негізінде қызығушылық болды. Оқығанмын сол нені. Иә, маған жаңағы сол кездегі жаңа Россиядегі таныстар айтады, бұл отчетты сен Бағдатқа жібермей қой, ренжіп қалады қазір көріп ананы деп оқып. А мен Бағдат жақсы танимын да, наоборот, оған мотивация болатынын білдім да. Басы жақсы басталды, былай плюсы там, может, анау, потом кішкене минус кеткен кейін. Түсінікті деп, жұмыс жасаймыз деп. Жоқ, реакциясы жақсы болды да, кейбір ойыншылар ренжіп қалуы мүмкін, айтуы мүмкін, мынау скаутский отчеттың дұрыс емес, скауттар дұрыс зерттемеген сияқты, қоя ғой деген сияқты. А бұл жаңағы реакциясы адекватный болды да. Дұрыстау керек минустарды деп. Сосын мен айтамын, сен сол отчетты шығар да қағазға, кроваттың үстіне қой деген сияқты. Арасында әлсін қарап қоясың деген сияқты. Сол кезде ойын жаңағы минустарын бәрін дұрыстауға мүмкіндік болады деген сияқты. Бұл да жаңағы жақсы история болды ғой. Негізі сенің өмірің қиын, иә? Бірінші лигада ойнадың, премьер-лигада дебютің кеш болды, ұлттық құрамада кеш болды, еще и Ресейден осындай бір отчет келді. Жоқ, неге? Сенің осы өмірің үлкен бір мотивация, үлкен бір сын. Кез келген адамға бұл өмір үлкен не ғой? Кейбір футболшылар тез 20-да уже сборныйда жүреді, жұлдыз. Жоқ, олай емес. Оның ар жағында таланттары бар себебі. Оның ар жағында да еңбек жатыр ғой, мүмкін ол көрсетпейтін шығар, мүмкін ол. Ондай футболшы білмеймін, айта алмаймын, мына ойыншы келді да, сборныйға түсті да, өзін көрсетті да деген, ол мен ойымша тек қана еңбек ар жағында тұр. Оңай келетін жоқ ол деймін, онда сен айтпасаң тек ол ойыншыны. Өзіңді талантты футболшы деп санайсың ба, әлде еңбекқор футболшы деп санайсың ба? Айту қиын, өзім туралы жалпы айту қиын негізі. Басқа жақтан бір эксперттер айтпаса, бізде Қазақстанда көп қой эксперттер. Көбейіп кетті ғой. Өзім шыны керек айта алмаймын. Осы мамандардың кімнің пікіріне сен көз саласың, құлақ саласың? Жоқ, осыған дейін де айттым ғой, жаңа мен негізі әлеуметтік желіде де біреулер бір нәрсе жазып жатса да жауап беріп, сын айтып жатса да енді сөйлесіп, ондай не көп диалог болды да, ондай мен андай жабылып ондай не жоқ. Сосын бүкіл нені мақалаларды оқимын, комментарийлерді оқимын. Өзім басқа командада ойнасам да басқа жақты оқып тұрамын. Ондай не жоқ. Мына адамды тыңдаймын, мынаны тыңдамаймын деген ондай не жоқ. Жалпы. Сосын мен бірінші рет оқыдым. Ақтөбе сені былтыр шақырды, 21-де шақырды, басқа нелерде шақырды, бірақ та сен тоғыласың, басқа командадасың. Жанкүйерлер саған жиі жаза ма, қайт деп, әлде реніштері бар ма? Неге Ақтөбеде ойнамайсың деп, туған командаң ғой деп. Жоқ, ондай жаман жағынан жазып жатқан адамдар бар деп. Бірің саған болып қалар, негізі ондай көп емес. Қай жақта ойнасам да, Ақтөбенің жанкүйерлері Қайсарда ойнаған кезде де, Тобылда ойнаған кезде де, Шымкентте ойнаған кезде де ордабаста қолдау көрсетіп жатты. Әлеуметтік желіде ол жағынан негізі хейт жоқ деп айтуға болады. Енді кейбір адамдар болады, енді жаңа түсіндірдім ғой жағдайды. Бірінші лиганың кезінде біз клубты тастап кетті деп айтып жатқандар болды, енді барынша түсіндіріп көрдім, себебі бәрі менің қолымда болған жоқ ол кезде.
тез шешу керек болды да, себебі сосын шыны керек жаңадан келген адамдармен келісе алмадым да, ол адамдар одан кейін 2 айдан кейін жұмыстан кетіп қалды. Ар жағы бұлт болып кетті да. Басқа адамдар келгеннен кейін, маған шыққаннан кейін уже менде контакт бар да, мен уже қайтадан келе алмадым ол кісіге. Сосын не ғой, Астанаға Самат Қабирұлы келді, техникалық директор ретінде. Мысалы, сен Астанаға шақырса қалай қарайсың? Астанада тұрасың енді. Астанадан жақында агенттерімнен естіп едім, Астанаға 30 жасқа келгенде шақырмайды деп. Иә, оқыдым. Мен 30-дамын. Жоқ, әрине Астана сияқты клуб ұсыныс жасайтын болса, қарастырамын ғой, әрине. Бірақ ондай ұсыныс әлі түскен жоқ. Балтикадан кейін сенің шетелдегі ойнап жатқан арманың жүрді ма, әлде тағы да үмітің бар ма? Жасың 30-ға келді ғой енді. Мүмкін ішінде үмітің қалған шығарсың. Дәл қазір оны шыны керек айта алмаймын. Себебі ол жақтан ұсыныстар түскен жоқ. Агенттері қазір Қазақстаннан 1-2 ұсыныс бар деді. Сол бойынша шешеміз деп айтты. Осы 1-2 күндікте шешіліп қалады деп айтқан негізі. Егер әрине ол жақтан ұсыныс түссе, негізі осыған дейін өзімнің ойым болған, негізі сол басқа жақта ойнап өзімді көрсету деген сияқты. Ол тек менің емес, көптеген жанкүйерлер айтады ғой, неге Қазақстан ойыншылар басқа жаққа кетпейді деген сияқты. Ол негізі айтайын, көп ойыншылар негізі ойнағысы келеді басқа жақта. Егер жақсы ұсыныс түсіп жатса, ол ақша жағынан емес, тек егер клубтың өзі жақсы, өзін көрсете біліп басқа жаққа одан да көтерілуге жақсы мүмкіндік беретін болса, мен ойымша кез келген ойыншы оған келіседі. Жасың 30-та мысалы, Еркін Тапалов та, ол да сенің құрдасың, бірақ та Алла қаласа жақында Түркияның 1-ші дивизионына барады, Маниса деген команда. Егер де біздің қазақтарымыз Түркияда өзін көрсетсе, Батюкалар жақсы ойнаса, егер де сені шақырса, 1-ші лигаға дайынсың ба? Иә, әрине дайынмын. Егер де ол жақтан ұсыныс түсетін болса, себебі Түркияның футбол деңгейі жаман емес. Қазір соңғы кездері көтеріліп келе жатыр. 1-ші лиганың өзінде де высший лигаға задача қойған клубтар, жақсы командалар бар. Ойын деңгейі де жақсы. Егер ондай ұсыныс түсіп жатса, әрине болады. Европаға барғанда сен басқа әлемде жүрген сияқты боласың ғой. Мысалы, жақын арада мен жастар құрамасымен бардық та, біздер Венгрия мен Бельгияға бардық. Венгрияда енді кішігірім стадион болды да, бірақ алаң сапасы жақсы, бірақ андай вау деген эффект жоқ та. Кейін Бельгияға бардық. Бельгияда Остенде деген команда, қателеспесем, сол команда стадионда ойнадық. Сөйтсе, ол команданың хозяйны жаңағы Лестердің хозяйны екен. Алаң сапасы ковер ғой. Күшті жасап қойғанда, ана футболшы мен қасына келіп айтып отыр да, ішіндегі қыр-сырын, үлкен біздердің осындай алаңда ойнағымыз келеді. Шаршадық, Қазақстанда андай искусственный поляда ойнап шаршадық. Бізде кеткіміз келеді дейді олар. Қазақстан жастар құрамасына ойнайтын ойыншылар біраз айтты маған, бізде кеткіміз келеді. Егер де даже 2-ші лигадан ұсыныс түсіп жатса, бірақ инфраструктурасы жақсы команда болса, жақсы чемпионат болса, жаңа әлем көріп деген сияқты, осындай деңгейде өзін сынап көріп деген сияқты, олар кетуге дайын. Олар қарамайды, жаңа Польшаның 2-ші лигасы болсын, Словакия болсын, Словения болсын, Турцияның 1-ші лига дейсің, жаңа ол жақта басқа әлем ғой мүлдем. Ол жаққа барғаннан кейін сен легионер боласың біріншіден, өзіңді сынайсың. Екіншіден, енді нағыз футболшы ретінде сезінуге мүмкіндік бар да, жақсы стадиондарда ойнап, жақсы қарсыластарға қарсы ойнап деген сияқты, басқа елдегі өмірде көресің деген сияқты үйренесің. Мен ойымша бұл жақсы тәжірибе. Сол себепті мен мысалы Ян кетті, Янды кеткенін қолдадым, мысалы, молодец. Көрсетті өзін. Даже Бельгияның 2-ші лигасы дейміз. Бұл яқтың деңгейі де біршама жоғары. Енді көреміз, Бағдат мүмкін 30-дан асқан шағында мүмкін бір жерге шақырып қалар. Достарың көп қой енді, мысалы Түркияға ұсынсаң, мысалы Бағдатты. Өзі дайын ғой енді. Жаңа сен айтқан 1-ші лигада болады енді. Высший лигадан ұсыныс түсе ме білмеймін, ол жағынан енді әр ойыншы өзінің шамамен деңгейін біледі ғой, ол үшін тағы да жұмыс жасап өзін көрсетіп қалып болмаса, 1-ші лигадан ұсыныс түссе енді барып ойнап қайтуға болады. Өзіңді көрсетіп, мүмкін одан да жақсы ойнап кетерсің. Түркияда өзінің легионерсін алмайды ғой қазір. Жаңа не бойынша, правила бойынша. Инфраструктура жағынан, стадион, тренировочный база там. Ол жақта енді өмір басқаша ғой, мүлдем басқаша өмір, жаңа өмір деуге болады енді. Көре жатармыз енді. Футболистегі жағдай жақсы. Ең бастысы мен ойымша, енді Европада жасқа қарайды ғой енді, шыны керек. Енді Европада жаңа футболистерді сатып алып, үйреніп қалғандай, олар жастарға қарайды. Бірақ менің ойымша, егер сен
деңгейін жоғары футболист болсаң, және де ең бастысы ұлттық құрамада өнер көрсетсең, мысалы қазір кім біледі, наурыз айында біздің ұлттық құрама жаңағы евроның финалдық этабына өтіп кетсе, бұл деген мықты реклама ғой. Мен ойымша сол кезде біздің жаңағы ұлттық құрамада ойнайтын білмеймін бір 80% ойыншылары Еуропадан қызығушылық болатын сияқты. Мысалы сондай бір әрекеттер керек та бізге, жаңағы Еуропаның клубтарының бетін бізге қарай бұратын, жаңағы назар аударатын сондай әрекеттер керек. Соны кім біледі, мүмкін мартта 2 ойыннан жеңіп кетіп Бағдатқа да ұсыныс түсіп жатар жазда. Үлкен мүмкіндік қой кез келген ойыншы үшін алдағы ойындар. Қазақ футболының дамуына да үлкен мүмкіндік. Үлкен қадам болады мен ойымша. Сосын Ордабасы жайында бір маусым ойнадың. Шарты маусым. 14 матч, 1 гол. Неге қалмадың? Шымкентте негізі басында Ордабасыда жинаған кезде айтқан, осы жылы задача чемпионство деп. Соған байланысты команда жинаймыз деп командаға шақырған, негізі Қайсардан кейін. Сосын ең басты фактор ол кезде бас бапкер болған Александр Сергеевич Седнев. Осыған дейін Ақтөбеде бірге жұмыс жасағанбыз. 2018-де көмекші болды, бас жаттықтырушының, одан кейін өзі бас бапкер болды. Сол шақырып айтқан, кел, көмектесесің деп. Сосын жазға жақын оған дейінде финансовый не басталды Ордабасыда. Сол кездері негізі сондай көп болатын еді ғой, жылдың басында жақсы келе жатады да, сосын бір уақытта өзгеріп кетеді деген. Мен барған жылда сондай болған. Сосын айтқан, кейбір ойыншылар қазір жас ойыншылар, жас жергілікті ойыншыларға сенім артамыз да, кішкене команданың векторы ауысып жатыр деп. Сол кезде айтқан, кейбір ойыншыларға ұсыныстар болса, қабылдаңыздар, себебі қазір біз ойыншыларды жан-жаққа жібереміз деген айтты да. Ол кезде Жоа Пауло кетті да, сол кезде Бриджито кетті менімен бірге Тобылға. Себебі сол кезде Тобылдан ұсыныс түсті. Сосын руководствомен сөйлескен кезде айтқан, негізі кеткенім дұрыс болады деп айтты да. Мен сияқты тағы да көп ойыншылар негізі сол кезде кетіп қалған. Сол сөйтіп Тобылға ауысқанмын 2021 жылы. Тобылда бәрі ұнайды. Коллектив, команда бәрі. Инфрақұрылым. Алдында қаланың өзі. Айбек келгенде де айтқанмын, негізі мен. Айбек келді Қостанайға Еврокубоктың кезінде, ойындардың кезінде. Сол кезде айтқанмын, негізі Тобылда футболистерге жасалған жағдай бойынша видео түсірген жоқсыздар деп. Себебі осыған дейін Қайрат Академия деп айтады. Енді дәл сондай деңгейде болмағанмен басқа клубтармен салыстырған кезде Тобылдың жағдайы жақсы, негізі футболистер үшін жасалған. Себебі манеж бар, қасында тренировочный натуральный поле, оның қасында искусственный поле, іште кішкентай искусственный поле, там тренажерный зал, іште столовая, екі адамнан футболистер жатады. Жағдай жасалған да, трехразовое питание, не, ол жағынан кәдімгі бір жерде орналасқан да, база, кәдімгі футбольный база. Жұмыс жасаған келсе допты аласың да, там тренировочный базада тренировканы жасап жүре бересің мысалы. Бірнеше қалада ойнадың, өнер көрсеттің. Негізі футболшылар қаланы қалай таңдайды? Мысалы, Виктор Кумаков айтты, егер де қазақстандық футболшыны шақырса, Қайсарды соңғы кезде ғана таңдайды. Сол рас па? Өзің қалай Қайсарды таңдадың, басқа қаларда тұрдың, салыстыра аласың ба қаларды? Енді ұсыныс түскеннен кейін, қандай ұсыныс түседі, бірінші отбасымен өзің сөйлесесің. Сосын кім бапкер болады, қандай тактикамен ойнайды деп қарастырасың. Сосын қаланың өзін, футболистер үшін қандай жағдай жасалған деген сияқты сөйлесесің де. Бірақ мына клубқа бармай, мына клубта былай деген сияқты ондай менің немде, мансабымда ондай кездескен жоқ. Ең бастысы қай клубқа барсаң да, ең бастысы өзін көрсету үшін жұмыс жасап, ойнау ең бастысы. Ондай соңында не деген сияқты ондай жоқ. Меніңше Ербол ондай жаңа сәт тұрсын, Қайсар деп жаңа ондай нелерге, жаңа детальдарға көбінесе легионерлер қарайтын сияқты. Олар енді Европадан келген, Европаның жаңа өмірін көрген, Европаның алаңдарын көрген, осы жаққа Қазақстаннан келіп шамалы шок болады да, енді шыны керек.
мысалға ана Якоб Новак деген Атырауда жақсы ойыншы бар, словенец, қателеспесем словак па, сол мысалға тоже критика берді ғой Қазақстанның алаңдарына, мүмкін ойнау мүмкін емес деген. Чемпионат жақсы дейді, чемпионат жақсы, деңгейі жақсы ойыншылары бар, бірақ бәрін құртатын сол инфраструктура ғой. Қазір жаппай барлығы жаңағы натуральный газонның бәрін искусственно ауыстырып жатыр да, ал оны искусственно еще қарау керек та оны. Оның өзінің жаңағы реті бар ғой, алаңды қарайтын. Сол біздің басты минус та сол мысалы ладно енді Астана аренадағыдай алаң төселсе екен, Тобыл аренадағыдай сапасы жақсы, бірақ көп жерлерде сапасы төмен алаңдар төсейді да. И легионер келеді да, мысалы бәленбай ақша төлейді да, ол легионер келеді бізге. Енді бірінші Турцияда жүреді ғой, білмейді ғой Қазақстанға келгеннен кейін. Турцияда жүріп ойлайды, Қазақстан жаңағы басқа футболшылардың айтқан жаңағы пікірімен жүреді да, содан кейін Қазақстанға келеді да, алаңдарды көреді да, қарды көреді, ерімеген, мұзды көреді, содан кейін көңіл күйлері түседі да, ойнағылары келмейді мысалы. Осы жағын жаңағы Карповичпен интервьюінде жасаған кезде айтатын еді ғой, футболистердің мотивациясы жоғары болады, егер де жақсы стадионда ойнаса. Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, жаңағы жанкүйерлер жиналатын жерде жаңағы алаң сапасы да мықты қатты әсерін тигізеді. Себебі ол алаңды поливать етпей кейбір қалалар тіпті жаңағы полив та жоқты ғой. Ана искусственный газонға доп жылдам жүру үшін полив керек. Суару керек ойынның алдында, перерывта. Суармасаң доп жүрмейді. Футболшыларға жылдам футбол ойнау қиын. Отскок басқаша болады деген сияқты. Сол енді құртады енді. Сол Қайсардың енді ешқандай кем жері жоқ. Жақсы қала ғой. Жақсы футболшылар шыққан, тағы берген сол қала. Көбінесе просто футболшылар да Астана, Алматыны таңдайды, Шымкентті таңдайды, себебі баратын жерлері көп, таңдау бар, үлкен қала, мейрамханалары бар, клубтары бар, сондықтан таңдайды. Енді мен ойымша нағыз футболистке жаңағы клуб деген сияқты қарамау керек, мен ойымша. Бірақ қарайды ғой бәрі, жастар әсіресе. Енді факторлардың бірі. Егер де ойыншы жаңа өзінің жанұясын алып келетін болса, қарау мүмкін, ол жерде парк бар ма, жанұяға жасалған жақсы жағдайлар бар ма деген сияқты, кафелер бар ма, семейный деген сияқты. Мысалға Атырауда оның бәрі бар. Бірақ өкінішке орай алаң сапасы, стадион нашар да, енді шыны керек 3 жыл мен жақта жұмыс жасадым. Сол әлі күнге дейін сол жатыр ғой, сол базасында тіпті несі ауыспаған жаңағы полясы. Атыраудағы 17-18 жастағы футболистер жаңағы крестообразный связкамен травма алып, карьерасын бастаған жоқ, уже крестообразный связкамен травма алып атады, мысалы, ол деген масқара зат қой негізінде. Оның бәрін өзгерту керек. Менің білуімше Атыраудағы басшылар енді әрекет жасап жатыр, өзгертеміз деп. Бірақ жаңа мен айтып кеткендей жаман тенденция, тіпті оңтүстіктің командаларының барлығы өздерінің алаңдарын натуральный газоннан искусственно ауыстыратын болып кеткенде. Ешкім жаңағы натуральный газонға не істегісі келмейді да, жаңағы қарау керек, күтім жасау керек, агроном болу керек, арнайы деген сияқты. Соны ешкім жасағысы келмейді да, бірақ соны түсінбейді. Кейін сөзін жаңағы бәленбай жалақымен дейді ғой, жаңағы критика жасап жатыр, қуат. Сонда ойыншыларды алады да, олар келеді де ойнамай қалады. Неге ойнамай қалады? Себебі стадиондар жағдайы сондай, алаң сапасы сондай деген сияқты. Мен де солай ойлаймын енді. Ең бастысы инфраструктура. Инфраструктура, біраз Еврокубоктарда ойнаған кезде, басқа жаққа ойнаған кезде стадиондары, полисі жақсы. Біз айтқан Қуат Хамитов, мысалы, жақында бір үндеу жасады футболшыларға. Жалақыдан бас тартыңдар, сол ақшаны инфрақұрылымға құяйық. Сендер жігіт емессіңдер, мойындамаймын сендер деп, жігіттер негізі футболшылар соны оқи ма, ол жағында сөйлесе ма, егер де шынымен де осындай түссе, мысалы, федерация айтады. Бүкіл емес, ақшаның жартысын бермейміз, сол ақшаның жартысын инфрақұрылымға салайық. Футболшылар дайын бола ма? Қуат Хамитов осыған дейін көп нәрсе айтып тастады ғой, оған дейін футболды жапсын деді, одан кейін былай деді. Енді білмеймін оған не айтатынды. Қуат Хамитов осыған дейін де біздің қазір ең хейт, главный Қазақстанның хейтері болды ғой футболистердің. Біздің ондай жаман кісі или там айтады ғой, әр қазақ бұл біздің бауырымыз деп айтады ғой. Просто менің ойымша оған футболды білетін, түсінетін бір адам оған бәрін түсіндіру керек сияқты, себебі көп түсінбей жатқан жағдайлар көп та оның айтуы бойынша. Оны айтқаннан кейін ол халық та оны түсінбейді да, негізі оған қанша рет түсіндіріп айтты осыған дейін де. Онсыз да футболдың әр клубқа бюджетке лимит қойды оған дейін. Сосын ұлттық құрама мемлекеттен ақша оған бөлінбейді деп те айтты. Білмеймін енді ол айтқан нелерге бір адам түсіндіріп не істеп айтпаса оған
ондай аса қатты көңілге алмаймыз енді айтқандарын шыны керек. Былай интернетте оқимыз да, күлеміз де қоямыз. Мысалы Исламбек Қуат айтады, неге ол бізді сынайды? Мысалы, егер де басқа жауынгерлер октагонға шықса, қазақстандық жауынгерлер, біз ол футболшылар қолдайды. Олар неге бізді қолдамайды сонда? Енді барлығы ондай емес қой ол. Енді тек Қуат сөйтіп істеді де басқа адамдардың бәрін сондай деп айтқанда дұрыс емес, себебі жақсы, мысалы сен Морозов танисың, Жұмағұлов танисың, сөйлесесіңдер ме ол жайында мысалы? Әсіресе Қуаттың сөздері жайында. Олармен сөйлесіп көрмеппін шыны керек. Сөйлескен жоқ. Жоқ, Морозов футболды қолдайды, себебі өзі ойнады кезінде, иә. Мен білмеймін, бұл жағдайда Ербол енді менің пікірім былай да, біріншіден енді Қуат Хамитов хайпқа беріліп кеткен сияқты қатты. Типа арасында қатты етіп қалады да. Оқырман жинап па? Иә, оқырман жинап. Жоқ, енді айтып отқан сөздер дұрыс та, бірақ енді Бағдаттың айтып отқан сөздердің шындық бар. Футболдың ішін білу керек та, как он устроен деген сияқты, иә. Оны білмей сынаған дұрыс емес та. То же самое, если мен қазір балет туралы айтатын болсам, мысалы, мен дым білмеймін балет туралы, бірақ мен қазір критика жасасам, білмей ішіндегі не болып жатқанын, мысалға. Мен волейбол туралы ештеңе білмеймін, мысалы, тоже критика жасасам, дәл солай ғой. Олай болмайды негізінде, сен анық қанығын білмей критика жасау деген сияқты. Қуат Хамит айтады, жаңағы Қазақстанда қаншама ақша желініп жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Бірақ үлкен ақша тек қана қазақстандық футболда емес, әлемдік футболда да футболистер жақсы жалақы алады ғой. Ол енді бүкіл әлемдік жаңағы не ғой? Құбылыс, иә. Себебі қазіргі футболистерді енді жаңағы актерларға теңейді, әртістерге теңейді. Олардың влияниесі көп та. Содан екінші жағдай, бұл футбол, ол массовость жағынан Қазақстандағы бірінші орындағы спорт. Себебі футбол ойнау үшін аулада ештеңе қажет жоқ. Кетік сатып аласың да, алаңға шығып, топ тауып аласың, сол ойнай бересің. Мысалға, сол жағынан жаңағы Қазақстанда жаңағы здоровый образ жизни дейді ғой. Соны жаңағы рекламировать ету, жаңағы президенттің өзі қолдайды. Иә. Соны менің ойымша шамалы Қуат Хамитов түсінбейтін сияқты. Жоқ, енді оның айтып жатқан минустары енді бізде кейбір енді там поле жағынан, стадион жағынан айтады, там басқа да Қазақстан футболының минустары деп айтады ғой енді. Минус болғанымен ең бастысы қазір бізде соңғы жылдар енді Қазақстан футболы дамып келе жатыр, өсіп келе жатыр. Жақсы қадам жасауда, Лига нацияда жақсы нәтиже болды. Одан кейін міне қазіргі нәтиже үлкен мүмкіндік пайда болды. Менің ойымша, керісінше дәл осындай, дәл қазіргі жағдайда осындай сәтте ең бастысы қолдау көрсету керек сияқты, дәл осы жағдайда. Анау жаман, мынау жаман деп онсыз да қазір негатив көп қой. Одан да бір жұдырық болып, ең бастысы алдағы ойындарға дайындалып, бұйырса бірге жеңіске жеткен дұрыс деп ойлаймын. Осы орайда соңғы бөлімім ол ұлттық құрама жайында. Адиев келді, не өзгерді? Раздевалка өзгерді дейді, мотивация берді. Әрбір футболшымен жеке сөйлеседі дейді. Футболшылар оны құрметтейді, сыйлайды, сенеді. Сондықтан нәтиже пайда болды. Өзің ойнадың, ұлттар лигасында да болдың. Сосын пауза, жарақат алдың, шақырту алмадың, қайтып келдің. Не өзгерді 21-ге қарағанда мысалы? Мен енді не өзгерді деп айтуға, осыған дейін де ұлттық құрамада көп ойнаған жоқпын ғой. Мен деген Марвановның кезінде бір ойын ойнадым сол ойында. Одан кейін тек қана Мұсаевичтің кезінде ойнадым ғой, получается, Лига нацияда ойнадым. Одан кейін қазіргі ойындарда. Сондықтан басқа бапкермен салыстырып енді мен үшін айту қиын. Ол қазір бізде көп бапкермен жұмыс жасаған, ойнаған адамдар айта алады да. Ең бастысы команда ол дисциплина ғой. Сосын дисциплина дейді, бір-бірімізге үлкен құрмет, тек былай тұрмыстық жағдайда да, поледа да ең бастысы. Себебі мен сборныйға келгелі бірде-бір негативті бір жағдайды айта алмаймын ғой. Осылай там біреумен біреу там сөзге келісе алмай қалды деген сияқты, или там поледа біреумен біреу ұрысып қалды деген сияқты. Себебі кез келген нәрсенің шешімі табылады да. Мен бір негатив болған бір ситуацияны айта алмаймын сборныйда ең бастысы. Сосын ең басында келген кезде бізге президент болды, руководство, сосын бапкерлік штаб болды, футболистер болды. Бізге ең бастысы айтқаны, біз сіздерге сендердің ең басты мақсаттарын ойнау, жақсы нәтижеге жету, өздеріңді көрсету, профессионал болыңдар деп. Ал біз сіздердің басқа жағдайларыңыз бойынша өзіміз бәрін шешеміз, өзіміздің қолымызға аламыз деп айтты да. Қандай да проблема болмасын, қандай жағдай болмасын, біз сіздерге көмектесеміз.
ең бастысы отдача болу керек деген сияқты айтты да, ең бастысы. Адиев көбінесе раздевалкада жақсы бір сөздер айтады, сосын видеосы тарап кетеді, YouTube желісінде, әлеуметтік желіде. Сол сөздердің қайсысы саған ықпал жасады? Есіңде қалды мысалы? Ең әсерлі видео. Енді былай жалпы айтайын, мысалы үшін мотивация енді мүлдем бөлек. Клубтың деңгейінде қаншама бапкерлермен жұмыс жасадым, бірақ мысалы үшін бір мотивациясы кәдімгі ойынның алдында бір әсер етеді. Мен ойымша бұның өзі бір фактор жеңіске жетудің. Меніңше ол біздің менталитетті жақсы түсінген сияқты, меңгерген сияқты. Себебі оның алдында жаңағы мысалы Михаил Белик деген бапкер болды, ол мүлдем түсінбеген сияқты біздің менталитетті. Мұсаевтың бір жақсы жері ол сол Қазақстанның менталитетін түпкілікті түсініп, ойыншылармен жақсы қарым-қатынас жасап, енді бір жанұя жасады ғой, сборный айтады ғой, жаңағы Пайперстің кезіндегі сборныймен салыстырады ғой көбінесе. Мен де сол Бағдаттың арасына сұрақ қоямын, не айтты раздевалкада? Қызық қой енді. Бірінші таймда жаңа провал болады, дұрыс ойнамай қалды да команда, екінші таймға шығады да отырып кетеді. Сосын айтады, не айтты раздевалкада? Ол жағынан сөз табу біледі. Сосын тек ол мотивация жағынан емес қой деген, ол тактика жағынан, не жағынан ойынның қалай өрбитінін саған ойынның алдында түсіндіріп айтып береді. Осындай уақытта шамалы осылай болады, там былай істеу керек деген сияқты. Сосын ойнамайтын болсаң келіп ойынның алдында осындай уақытта шығасың, мынау деп өзінің несін задачаларын айтады да. Ойынды түсіну жағынан, ойыннан кейін сол айтқандай болып шығады ғой сосын ойын. Сан-Маринодан кейін Словения ұштың ба сен? Иә, командамен бірге болдым. Онан кейін қандай көңіл күйде болдың? Не айтты мысалы бапкер? Одан кейін үнсіздік болды. Жанкүйерлерге рахметімізді айттық. Содан кейін киім ауыстыру бөлмесіне кіргеннен кейін өте қиын жағдай болды. Атмосфера деген ана жерде вообще. Себебі қатты сеніп едік. Сол ойында жеңіске жетеміз деп, қазақ халқын қуантамыз деп. Болмай қалған соң бір сағаттай мүмкін көп. Мысалы, егер Батек, Асхат, Батури үшеу болғанда? Мағына ода емес бізде, себебі бапкерді айтты ғой, бізде қай ойыншы болмаса да біз бір ойыншыға тәуелді емеспіз. Біз ең бастысы ұжым ретінде мықтымыз деп айтты ғой. Сондықтан дәл сол жағдайда мықты ойыншылар шықты ойынға. Кішкене сәттілік жетіспеді деп айтуға болады. Алда әлде өзіміздің мүмкіндік болады ғой. Сол ойындағы дайындаламыз дейін бастысы. Сенімділік бар ғой, Грекияға қарсы. Екі ойында да сырт алаңда өткіземіз. Ол үлкен проблема ма Қазақстан үшін? Енді былай еске түсіретін болсақ, сырт алаңда да біздің соңғы жылдарда сәтті ойындар болды ғой, біз жақсы ойнаған кездер болды. Енді осы ойында да жақсы нәтижеге жетеміз деген ойдамыз. Мен осындай пікірлер оқыдым. Ұлттық құрама жақсы ойнаса, қорғаныста екінші номермен ойнаса, соңында Шацкий пенальтиден шығарады бізді. Сен қазір Шахтер стратегиясын айтып беріп тұрсың ғой, конференцияда. Адиевтің кезіндегі. Иә, сол да бар. Молдовамен де. Мен былай байқағаным, біздің ұлттық құрама маусымның ортасында және маусымның басында жақсы ойнайды, себебі сбордан кейін жақсы формада болады, футболистер шаршаңқы емес. Менің ойымша енді сезонның аяғында жаңа эмоциональный шаршайды ойыншылар, Еврокубоктар басталады деген сияқты. Соны келісесің ба сен? Мен білмеймін, оны шыны керек бар. Ол сұраққа бапкерлер жауап бере алатын шығар, себебі андай әртүрлі тренировочный процесінің кезінде біледі ғой, біздің состояниемізді тексереді, там не әртүрлі не бар, инструменттер бар. Сол жағынан айтпаса, былай жалпы өзімді айтатын болсам, басында да соңында да ондай қатты айырмашылық бар деп айта алмаймын. Негізі состояние бойынша былай негізі қатты өзгеріс жоқ. Тобыл жайында сұрамасам, қостанайлықтар ренжиді. Осы жылы мықты ойнады конференция лигасында. Негізінде кез келген команда шықса, Астана мен Қайрат болмаса, айтады, минимум бір командадан өтсе, сол жетеді. Сондықтан Тобыл бір командадан өтсе, сол жетеді бізге дейді. Бірақ та конференция лигасының плей-офф кезеңіне дейін шықтыңдар. Ешкім сенбеді. Базельді жеңеміз деп біреу айтса, мен таң қалушы едім. Бірақ та жеңдер 3-1, үйде 2-1 жеңдіге. Сол табыстың, жеңістердің несі, секрет неде, құпиясы? Иә, басында негізі
Хонкамен ойнаған кезде негізі көп не оқығанмын тоже интернетте. Хонкадан өтсе соның өзі жеткілікті деген сияқты. Біз Базель түседі дегенге де енді ондай не болған жоқ. Андай қорқыныш болған жоқ, ондай өте алмаймыз деген сияқты. Себебі осыған дейін де енді опытный футболисттер көп қой енді. Әрбірінің өзінің несінде мансабында талай сондай ойындар ойнаған ойыншылар көп, сондай командаларда өткен ойыншылар көп, ұлттық құрамада ойнағандар бар. Сондықтан Базельмен ойнаған кезде бірінші таймнан кейін жеңіліп жаттық қой. Соның өзінде де біз сол кезде түсінгенбіз негізі. Әлде өзіміздің қолымызда бұл ойын айналдырып жүруге болады дегендей. Ондай қобалжу болды, қорқыныш болды деген айта алмаймын олай негізі. Менің ойымша тобыл өз нәтижесін одан да жоғары болатын еді, бірақ менің ойым бойынша бір Тошич сияқты ойыншы жетіспеген сияқты бір мықты ойыншы болса команданы сүйрейтін. Мысалы Астана Тамасов бар деген сияқты, Ақтөбеде Ведимонов бар деген сияқты. Бізде Чесноков бар ғой. Чесноков енді жаңадан ашылған ойыншы ғой, енді мүмкін алла қаласа енді ол сондай ойыншыға айналатын шығар. Менің ойымша жаңа шабуылда ойнайтын, гол салатын деген сияқты, алдыға команданы сүйрейтін. Бағдатта Тошичпен ойнадың ғой сен. Әсерің қандай? Деңгейі бөлек қой енді. Үлкен ондай деңгейде ойнаған ойыншы екені көрініп тұр. Бұлай тұрмыстарда, бұлай да ойында да негізі. Әлі күнге дейін жазып тұрамыз бұлай негізі. Бір қапталда ойнадыңдар ғой. Иә, допты соған бересің да болды ғой. Ақ жағын өзі істейді ғой. Өте білікті, мықты ойыншы. Ондай футболшылардың келгені пайдалы ғой. Үлкен көмегі тиді әрине. Мансабын аяқтайтын кезінде келсе де, бірақ пайдасы деген жалақыны көп алмаса болды. Сосын не ғой, Исламмен бір флангта ойнайсың, иә. Онымен сөйлестің ба, мысалы қандай ұсыныстары бар, егер ұсыныстары бар болса сенімен ақылдаса ма, Бағдат қайда кетейін, Түркияға кетейін ба, Еуропаға кетейін ба, Грекия шақырып жатыр, Кипр шақырып жатыр, Түркиядан ұсыныстар бар. Ұлттық құрамада мен көршім ғой, негізі бір бөлмедеміз екеуміз. Иә, негізі ол үшін өте сәтті сезон болды. Тобылға үлкен көмегі тиді оның. Маған да көмегі тиді деймін ба флангта. Өте жақсы ойыншы. Өзін жақсы көрсете білді осы жылы. Негізі айтқан оның агенті, рассматривать варианты дейді ғой, негізі өте көп ұсыныстар түсіп жатты негізі оған. Дәл қазір әлі өзі де білмейді ау деймін, қайда екен. Сөйлесіп жатыр әлі. Оның ағасы кәсіби төреші, иә? Мансабын аяқтаған, қателеспесем қазір инспектор, иә? Бастаған сияқты, мансабын. Командада ондай қалжыңдар бар ма? Ислам ағаңмен сөйлесіп көріш, бізге төрешілер көмектессін, бөлтірмесін деп ондай бар ма? Жоқ, ана ойында еске түсіріп айтатын едік, Тобылда. Тобыл 2021 жылы чемпион болды ғой. Иә. Бізде өзіміздің матчымызды жеңдікте Астанаменен кім ойнайтын болды? Қайрат ойнайтын болды. Сол ойында сол кім төрешілік еткен ғой сол. Кішкене андай не болды, ойыннан ойыншыларды алып кетті ма Астана, сосын қайтадан ойынды жалғастырды, сондай не матч болды да. Сол кезде еске түсіріп айтамыз, сол чемпион болғанбыз ғой деп, Астана болайын деп тұрған кезде деп. Жай қалжың ретінде есімізге түсіреміз. Ондай басқа ондай не жоқ. Негізі қазір сенде приоритет Тобыл бірінші орында? Дәл қазір 2-3 ұсыныс түсіп жатыр негізі. Тобылда қазір тоже бапкер бойынша қазір енді ғана не істеп жатыр, ол жағынан басшылықпен шыны керек сөйлескен жоқпын. Бүгін ертең шешіліп қалады негізі. Әлі ондай нелер келіссөздер болған жоқ та. Былай предварительно айтты да, негізі сезон біткен кезде де сөйлескенмін негізі. Ал дәл конкретика жоқ ол жағынан. Ақтөбеде базовый клуб болады дейді мысалы. Егер де бүкіл ұлттық құраманың ойыншыларын шақырса барасыңдар ма? Ақтөбеден ұсыныс қай уақытта түссе де енді осыған дейін де ұсыныстар түсіп жатты ғой, енді кішкене осыған дейін бізге келісе алмай қалған кездер болды. Қазір енді ұсыныс түсіп жатса әрине Ақтөбе енді өзінің туған жерім ғой, кез келген ойыншы өзінің үйінде ойнаған жақсы көреді, өзінің туған клубына көмектескісі келеді. Себебі енді өзінің қарыздарсың ғой клубқа, сол клубтың түлегі болғаннан кейін.
бірақ дәл қазір сізге мына команда ойнаймын немесе мына команда дегенде айта алмаймын шыны керек. Сосын өткенде Асхат Тағыбергеннен сұхбат алдық. Соңында мен сұрақ қойдым қазір жайында мансабыңды қайсарда аяқтағың келе ме деп. Ол айтты иә деп. Ал сен ше Ақтөбе жайында? Әрине. Аяқтағым келер еді. Керемет болатын еді. Иә. Прощальный матч өткізіп па? Иә. Егер де мүмкін бұл туралы әлі әңгіме қозғау ерте шығар, бірақ оның алдында біз бағана сөйлескен кезде мен жаңағы мансабын аяқтағаннан кейін мен білмеймін сен нешеге дейін ойнайтынын, 36-ға дейін ойнайсың ба, 38-ге ойнайсың ба. Содан кейін мен сенен сұраған бапкер болғың келе ма деген сияқты. Сен айтқансың мүмкін бапкердің көмекшісі боламын ба деп. Бірақ соңғы кездері енді жаңағы шамалы реклама жасап қояйық, сен бизнесқа бет бұрдың қазір. Кофейня ашып жатырсың өзің. Енді қазір ойын өзгерді ма? Сен футболда қалғың келе ма жалпы? Иә, әрине қалғым келеді. Жаңа өзің айтқандай бір уақытта негізі сондай ой келді. Негізі футболдан кейін білмеймін, может 30-ға жақындаған соң ба сол кезде келді ма? Кішкене ойландым да, жоқ әлі ойнаймын ғой деп. Әлі неше жасында аяқтайды өзі ойыншылар. Кейбір сайттар сен 95 жылы деп жазып жатыр. Сондықтан қазір әлі бапкер туралы айтуды ерте, себебі ерте деп ойлаймын енді. Себебі денсаулығына байланысты болады ғой енді. Мүмкін ол 5-6 жылдан кейін болар, мүмкін ол ерте болар. Ол кезде де футбол өзгереді. Сондықтан қиын айту. Жоқ, бірақ өзіңе сен жаңағы аналитика жағы. Иә, ол жағынан ұнайды негізі маған. Содан кейін Инстат, Вайскаут деген сияқты кейде екеуің бір-біріңді таптыңдар ғой сен. Қайсарда болған кезде енді шыны керек, каждый ойыннан кейін отырып алып талқылаймыз, сен мына жерде бүйткенсің, мына жерде үйткенсің, неге былай істемедің деген сияқты, неге подхатқа бармадың, неге завис жасамадың. Сол кезде Нұрген тыңдайтын едім, қазір кішкене өзім білемін деген сияқты болып кетті қазір. Иә, білемін өзім деген сияқты. Иә, андай қазір көптеген инструменттер бар ғой. Ойын біткеннен кейін әрине анализ жасау керек, өзінің ойынды там. Тем более ол кезде андай чистое время матчы көрсетеді ғой ішінде. Оның ішінде өзін таңдайтын болсаң, тек қана өзінің бүкіл нелеріңді көрсетеді. Ойында көрсеткен моменттеріңді. Дамып келе жатыр ол жағынан. Қандай жоғары білімің бар? Мен негізі Ақтөбе Жұбанов атындағы университетті бітіремін негізі. Не бойынша инженер-механик мамандық. Одан кейін сосын заочно неде өткенмін, Алматы спорт туризм академиясынан. Дене шынықтыру? Дене шынықтыру бойынша. Сосын жақында юридическое образование тоже заочно. Мен соны естідім, 3 жоғары білім бар деп. Не керек онда үшін? Мысалы бапкер болсаң 3 білім. Жоқ, неге заочно мүмкіндік болған соң кішкене сол жағынан да білім алайын деп. Тем более дистанционно бәрі өткен соң алғанмын негізі мүмкіндік болған соң. Кішкене оқып білім алған жақсы ғой негізінде. Себебі сен мансап аяқтағаннан кейін білмейсің ғой не болатынын ары қарай. Мүмкін жоқ, бапкер болады ғой. Көп адамда бірінші спортсмендерде, футболистерде бірінші несі оқу орны не ғой, ол спорт болды. Мен бірінші неден бастадым да, техника жағынан. Содан кейін сосын спорт оқып алдым. Бірнеше жылдан кейін оқуға түсесің Алла қаласа, бапкерлік категорияға. Иә, ол жағын енді примерно 33-34-ке көбінесе түседі ғой футболшылар. Карьерасын мансабын аяқтайын деп жатқан ойыншылар негізі ертерек түсе береді, негізі болады. Бұрын негізі возможность болған сияқты да, ойнап жүріп қазір оның несі өзгеріп кетті ма? Мен ойымша үлкен проблема болмайтын сияқты, жаңағы енді физкультурный образование керек қазіргі таңда тренер, бапкер болу үшін. Клубтың атынан ұсыныс жасап оқи беруге болады ғой. Көбісі мен бірнеше футболист танимын, сол мансап ойнап жүр, оқыған ойыншылары бар да. Карьерасын аяқтағаннан кейін барып сразу бапкерлік жұмысқа уақыт жоғалтпайды. Араласып кеткен сондай болды. Менің пікірім осындай, Бағдат 37-38-ге 39-да 40-қа дейін ойна. Ұлттық құрамаға шақыртып ал. Және соңында бір сұрағым бар, футболдағы ең қызық бір тарихың бар ма, историяң? Соны айтып көрші бізде. Еске түсетін. Шынында дәл қазір жағдайда ешқандай ондай ситуация есіме түсіп тұрған жоқ негізі. Ештеңе ма? Сосын андай не болады ғой бізде, подкастқа келген кезде ананы айтуға болады, ананы айтуға болмайды. Мынаны агент айт деп айтты, мына ұсынысты айтпа деп айтты, анау олай, сосын ол инсайтқа шығып кетеді, гол кезеді, там не тағы, гол емес деп. Білмеймін, ондай қазір айтатындай ондай не жоқ. Ойма келмей тұр. Бағдат екеуміз оның алдында әңгіме қозғайтын кезде мен айтамын,
саған қарсы бірнеше ойыншы ойнады ғой, неше түрлі ойыншылар болды. Аршавин де болды ішінде, жаңағы Исаил де болды. Соның ішінде саған жаңағы қатты әсерін тигізген ойыншы бар ма? Көп болды ғой ондай ойыншылар. Тығырыққа тіреген деген сияқты, қинаған деген сияқты қапталда. Білмеймін, ондай ойыншылар негізі. Кез келген енді оң жақ қорғаушы сол жақта ойнаған кезде саған қарсылас ойыншыда жақсы техничный, андай дриблингі жақсы жүгіретін сондай ойыншылар түседі ғой, полузащитный, креативный, не білмеймін енді. Дәл мынау ойыншымен қиын болды, мынау енді не істеді дегенде ондай айта алмаймын. Сол жақсы ойыншылар дейін кімді еске түсіруге болады қазір? Кім? Ардазашвили деген футболист болды ғой. Арачи ғой, Грузия. Өте жақсы ойыншы, онымен ойнау енді оңайға соққан жоқ негізі. Балдар да кейде ойыннан кейін күліп айтады, че там деп, қиын болды ма деген сияқты мен айтамын. Чемпионаттың үздік дриблерлерінің бірі болды ғой. Позицияң сондай болғаннан кейін ондай ойыншыларға қарсы ойнап енді үйренесің ғой. Иә. Сосын кәсіби футболшылар альянсы жайында қосатын әңгімең бар ма? Жарнама мысалы үндеу футболшыларға, жанкүйерлерге. Иә, біздер енді жұмысымыз маусымның аяғына таман жандана бастағандықтан, біздер енді мен бірнеше қалаға барып ойыншылармен сөйлескенмін. Өкінішке орай қалып қойған командалар бар. Негізінде біздің мақсатымыз Қазақстанның барлық кәсіпқой ойыншылары біздің альянстың мүшесі болсын деген мақсат бар. Сол себепті енді мүмкін ақпан айында ма, мүмкін маусым басталғанда ма біздер басқа клубтарға барамыз, басқа клубтармен сөйлесеміз. Сол біздің әсіресе қазақстандық ойыншыларды біздің альянсқа кіруге шақырамын. Себебі бұл жерде жаңағы ойыншыларға тегін түрде бірнеше көмек болады. Қазірдің өзінде жаңағы допингке қарсы сұрақтар бойынша консультация алуға болады тегін. Мысалға юрист бар бізде, мысалға өзінің контрактын тексерген келе ма, хабарласуға болады бізге. Ол үшін әрине мүше болу керек біріншіден. Хабарласып бізге контрактын жіберіп, бізде юристке береміз. Соны қалаған сұрақтарыңды қоясыз контракт бойынша. Бұл да тегін мысалға. Алдағы уақытта жоспарларымыз көп та, негізі мүмкін ойыншыларды жаңағы мансабын аяқтайын деп жатқан ойыншыларды аналитикаға үйретеміз ба, жаңағы скаутингке үйретеміз деген жаңағы жоспарларымыз бар. Қазақстан футбол федерациясымен бірігіп, сондай жаңағы жоспарлар құрамыз деген. Кейбір жерлерде, мысалы, көп жағдайларда жас ойыншыларға қаражаты болмандықтан жарақат алып қалғаннан кейін консультация жетіспей жатады. Біздер сол жақты да мысалға қамтығымыз келіп тұр. Яғни бір клиникамен мүмкін келісім шартқа отырып, егер де мысалға дубльден бір ойыншы жарақат алып жатса, бірақ қаражаты жоқ қаралуға, жаңағы шетелге шығуға деген сияқты. Бізге альянсқа хабарласып, первичный консультация алып деген сияқты ары қарай уже шешуге. Сондай жақтарды қарастырып жатырмыз да. Негізі, біздер альянста әрдайым дамуға ашықпыз да. Біздің президенттің Асхат Тағыберген айтатын да сол. Футболистерге мүмкіндіктер қарастырайық, футболистерді жетілдірейік, көмектесейік деген сияқты. Сол бағытта енді жұмыс жасаймыз. Енді бірінші қадамдарымызды жасап жатырмыз ғой. Алла қаласа енді альянсында жаңағы бір талай жаңағы жасаған жақсы істер туралы естіп жатарсыздар алдағы уақытта. Осы альянстың контактілер астында болады. Міндетті түрде хабарласыңыздар, Нұркеннің өзі жауап береді. Сосын Бағдат, осы подкастың соңында қосатын бір әңгімең бар ма? Жақын күндері мерекелер болады, тәуелсіздік күні, жаңа жыл, маусым аяқталды, жанкүйерлерге үндеу немесе құттықтау. Бастысы осы өте қиын маусым болды баршамызға. Бастысы жанкүйерлерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүкіл маусым бойы бізге қолдау көрсетті. Кішкене аяқтай қалмаған ісіміз бар. Соны бірігіп келесі жылы соны жүзеге асырайық деген үміттемін. Сол келе жатқан Қазақстан тәуелсіздік күні құтты болсын баршамызға. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Құттықтаймын. Көп рахмет. Қазақстан кәсіпқой футболшылар альянсының бас хатшысы Нұркен Мырзағалиев, ұлттық құраманың қорғаушысы, тобылдың ойыншысы Бағдат Қайыров.
көп рахмет. Ербол, саған да рахмет. Саған да. Get set up!